Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында өте дәмді әрі тез пісетін ірімшік таяқшаларын пісіретін боламыз. Ең алдымен маған тіркеліп алыңыздар. Лайк, подписка, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Мен алдын ала бәрін дайындап алдым. Ірімшігімді турадым. Бір тарелкаға ұн, екінші тарелкаға нан ұнтағын, панировочный сухари, үшінші ыдысыма 2 тал жұмыртқаны жарып араластырып дайындап алдым. Ірімшігімізді алдын ала аламыз да ұнға аунатып аламыз. Одан кейін жұмыртқаға салып аламыз. Салғаннан кейін жұмыртқадан кейін нан ұнтағына салып аударып аунатып аламыз. Қайтадан жұмыртқаға салып, қайтадан нан ұнтағына салып аунатып алып бәрін осылай дайындап аламыз. Видеода көрініп тұрғандай әрі оңай және тез болып келеді. Бәрін дайындап болғаннан кейін кішірек ыдысқа мен сұйық май құйып қыздырып алдым. Сөйтіп ірімшік таяқшаларын бір-біртіндеп қызған майға ары-бері аунатып пісіріп алдым. Оңай әрі тез піседі. Көп не алмайсыздар, қуырмайсыздар. Одан кейін алып бір-бірден алып пісіреміз да тарелкамызға салып дайындап аламыз. Өте тез, оңай піседі. Жасап көрсеңіздер болады. Особенно балалар жақсы ұнатып жейді. Көп уақыт алмайды дайындағанға, пісіргенге. Өте дәмді, астарыңыз дәмді болсын.